Сәлем менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен синнабонның рецептімен бөлісемін. Бұл синнабон өте күшті шығады. Мен өмірімде бірінші рет жеп көрдім бұндай синнабонды. Ішіндегі начинкасы да, үстіндегі помадкасымен үйлесімділігі өте күшті. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар және міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге 220 грамм жылы сүт керек болады. Соның үстіне 100 грамм қант саламыз. 10 грамм құрғақ дрожжи салып араластырамыз. Содан кейін бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Апарамыз дайын болғанша. Апара дайын болғаннан кейін жарты шай қасық тұз саламыз. 2 жұмыртқа, содан кейін жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне 500 грамм ұнды саламыз. Содан кейін мен вилкамен араластырдым, пока илемей қолмен. Енді осының үстіне 80 грамм жұмсақ бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Сары майыңыз барынша сапалы болғаны дұрыс. Құрамында ешқандай эмульгаторсыз президент сияқты сары май болса, онда сіздің синнабоныңыздың дәмі керемет болып шығады. Енді ары қарай қамырды қолмен илейміз. Қамыр қолға жабысып былжырап тұр кәдімгідей. Сондықтан енді осының үстіне 20 грамм ұн саламыз. Содан кейін илейміз. Сонда қамыр қолға жабыспай өте әдемі болып однородный болады. Дайын болған қамырдың бетін жабамыз пищевой пленкамен. Содан кейін 1-1,5 сағатқа, максимум 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз, қамыр көтерілгенше. Енді арасына себетін салмасына 100 грамм қант, 1 шай қасық какао және 1 ас қасық корица саламыз да үшеуін жақсылап араластырамыз. Қамыр толығымен көтерілді, осындай әдемі болып ашыды. Енді осыны біз 50-35 сантиметрлік размерде жаямыз. Яғни қолмен жаямыз. Мына столды майлап алған дұрыс. Ешқандай ұнды қолданудың қажеті жоқ. Ұнды көп қолданған сайын қамырларыңыз тығыз болып қалады. Ал бізге жұмсақ болып тұрған дұрыс синнабонның, сондықтан ұн қолданбаймыз. Міне осындай сұйық майды жағып алған ең, қолымызда майлы, осылай қолмен жайып шығамыз. Енді қамырдың өзінің құрамында сары май болғаннан кейін ол ондай жабыса қоймайды. Прям өлшеп тұрып жасап жатырмын мен 50-35 сантиметрге дейін. Жетпеген жерлерін тартып, келтіріп, қолмен осылай. Болды, созып болды. Қамыр енді еріп тұрған прям жұмсақ сары май жағамыз арасына. Кәдімгідей жұмсақ болып, оңай жағылу керек сары май. Осының барлығына осылай бір келкі болғанша жағып шығамыз. Енді осының үстіне бағанағы дайындап қойған корицаларымызды себеміз. Барлық жерін толық жауып шығатындай етіп сеуіп шығамыз.
Енді қамырды ары қарай орап бөліктерге бөлеміз. Енді бұл синабонның бойы биік болсын десеңіздер 8 штукқа бөлесіздер. Мен сияқты 8 бөлікке. Ал қатты биік болғанын қаламасаңыздар, онда бір 10-12 бөлікке бөле берсеңіздер де болады. Бұны бізге қазір осылай жапқаннан кейін шеткі қамырын жақсылап біріктіріңіздер, ашылып кетпейтіндей піскен кезде де. Содан кейін сантиметрмен өлшеп тұрып, теңдей 8 бөлікке бөлеміз. Бұны пышақпен кесу қиын, сондықтан пышақпен белгілеп алыңыздар. Содан кейін кәдімгі ине жіп бар ғой, соның жібімен оп-оңай бөлуге болады. Сонда әдемі болып шығады разрезі. Осындай формаға қоямын мен, ашылып кетпей үшін. Қараңыздар, қандай әдемі көрінеді іші. Ондай формаға қойып пісіру шарт емес, енді ол бандай піскен кезде жайылып ашылып кетпей үшін қойылады. А так любой өздеріңізге істейтін болсаңыздар, любой формаға салып пісіре бересіздер. Барлығын жасап болғаннан кейін, енді осының бетін пищевой пленкамен жауып, тағы да 40 минутқа қойып қоямыз. Температурасына бұл тағы көтерілу керек бізде. Содан кейін алдын ала жақсылап қыздырылған пеште 175 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Главное, әдемі болып қызару керек. Міне осылай әдемі болып көтеріледі бұл. Мына темірді қойған себебіміз міне осылай ашылып кетпес үшін, формасын жақсы ұстап тұру үшін. Бетіндегі помадкасы үшін 200 грамм творожный сыр мен 70 грамм қантты осылай взбивать етеміз. Не болмаса қант ұнтағын да қолдансаңыздар болады. Содан кейін үстіне 200 грамм 33% сливкиді құямыз. Қатты плотный жасаудың қажеті жоқ. Бізге сұйықтау болу керек масса. Сметана сияқты сұйықтау болса, сол бізге өте жақсы болады. Ал егер қою болып кеткен болса, онда водяной баняда ерітіп алғандарыңыз дұрыс. Синабондар осылай болып піседі. Піскеннен кейін 10 минутқа суытамыз. 10 минуттан кейін барып, бетіне бағанағы дайындаған мына творожный сырларымызды жағып шығамыз. Осындай сұйық болған кезде ол синабонға өте жақсы сіңеді и дәмі сондай іші влажный болып күшті болады. Барлық кремді осылай жағып болғаннан кейін енді бетімен кәдімгі молочный шоколадты ерітіп осылай сәндей салдым. Не болмаса карамельмен істесеңіздер болады, или вообще істемей ақ қойсаңыздар да болады, өздеріңіз қалауларыңыз. Содан кейін бетіне кәдімгі майдаланған жаңғақты сеуіп шықтым. Содан кейін енді бұны бір жарым сағатқа қойып барып жесеңіздер, или сразу жесеңіздер де болады. Өте күшті болады, прям кофемен міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.